Ғажайып орманның сиқыры. Баяғыда алыс бір жерде ғажайып орман деген мекен бар еді. Бұл орманда күн алтын түсте шарқырап, өзендер күміс секілді мөлдір ағып жататын. Мұнда тек сиқырлы жануарлар ғана өмір сүретін. Бір күні кішкентай Айсұлу есімді қыз орманның шетіне келді. Ол кішкентай күшікті қуалап жүріп, үйінен алыстап кеткен еді. Орман ішіне кіргенде ағаштар ерекше сыбдырлап, гүлдер өздері билеп тұрғандай көрінді. Қайда келдім? Бұл қандай ғажайып жер? Деп таңданды Айсұлу. Кенет оның алдына алтын түсті құстар патшасы ұшып келді. Қош келдің, Айсұлу. Сен бізді құтқаруға келдің бе? Деді құс адамша сөйлеп. Құтқару? Кімді? Деп таңғалды қыз. Біздің орманға қара тұман түсіп сиқырымызды әлсіретіп жатыр. Егер оны тоқтатпасақ, орманымыз қараңғылыққа айналады. Деді құстар патшасы. Айсұлу батылдық танытып, мен көмектесемін. Не істеуім керек? Деді. Құстар патшасы оған сиқырлы жұлдызды табу керектігін айтты. Бұл жұлдыз тек таза жүректі, мейірімді жандарға ғана көрінеді екен. Айсұлу орманның тереңіне қарай жүрді. Ол жолда күлгін аюмен, күміс қоянмен және жарық шамшырақпен кезді. Барлығы оған көмектесіп, ақыры ол сиқырлы жұлдызды тапты. Жұлдыз жарқырап, орманға жылуын таратты. Қара тұман жоғалып, барлығы қайтадан бақытты өмір сүре бастады. Құстар патшасы Айсұлуға рахмет айтып, сенің жүрегің таза, сен шынайы батырсың, деді. Айсұлу қуанып үйіне оралды. Бірақ ол бұл орманды ешқашан ұмытқан жоқ. Соңы